Апаттан Нұхтың Сам, Хам, Жаппас деген 3 баласы келіндерімен аман қалды. Бірде пайғамбар шаршап шынар ағаштың саясында ұйықтап жатты. Желден оның көйлегінің бір шеті түріліп, әуретті жері көрініп қалды. Хам әйелі екеуі бір-біріне ишара қып күліп отырады. Кіші ұлы Жаппас мұны байқап қалып, әкесінің ұятты жерін дереу бүркеп әлек болады. Сам күлгені үшін Хамға дүрсе қоя береді. Айғай-шудан әкелері оянып кетті. Ол күлкісін тыя алмай отырған келіні мен Хамды көріп ашуланды. Сол кезде Алладан әмір келіп: «Әй Нұх, әкесіне жақпаған маған да жақпайды. Әдепсіз болғаны үшін Хамның ұрпағында ұят жағы кем болар. Әкесіне жасағанын алдарына келтірем. Әуреттері жабылмай жалаңаш жүреді. Ұрпағы не тамаққа, не ғылымға жарымайды» деді. Алла тағала Хамның ұрпағын қара түсті нәсілге айналдырыпты. Кейін Нұхтың 3 ұлы әке өсиетімен әр тарапқа таралды. Үлкен ұлы Сам Парсы жеріне қоныстанды. Одан қазіргі Парсы грек жұрты тарады. Хам Үндістанға жол тартты. Ал Жаппас қара шаңырақта Тұран даласында қалды. Одан түрік, хазар, сақлап, орыс, мың, шын, кеймар, тарих есімді 8 бала туды. Нұх пайғамбар топан судан соң 350 жыл ғұмыр кешті. Мұхаммед пайғамбардың нұры одан тұңғыш ұлы Самға көшті. Оған кәлима айтып, пайғамбар нұрын таза сақтауды өсиет етті. Дәм тұзы таусылған шағында Нұхқа Жебрейіл періште келіп: «Әй Нұх, бүкіл пайғамбардың ішінде ең ұзақ жасағаны сенсің. Өмір қандай екен?» деп сұрады. «Өмір шіркін бір есіктен кіріп, екінші есіктен шыққандай екен. 1000 жыл ғұмырым жарқ еткен найзағайдай өте шықты» депті.